1954 жылдың қыркүйегі болар сірә. Микоян колхозының орталығы Қарағайдағы бастауыш мектептің 2 классында оқимын. Жұмақшам ағам колхоздың қоймашысы. Алдында заферма еді. Соңау теңіз жағасындағы қайыршақтыға мал қыстатып, қатты қыста қойы көп шығынға ұшырап, орнынан түсіп қалыпты. Жем өзеннен бөлініп шығып, Қамскөлге құятын Құрсай саласының жағалауындағы шағын жертөленің бір жағында біздің, екінші жағында Ізғара ұстаның үйі. Ізғара ұстаның қолынан келмейтіні жоқ. Алтын мен күмістен қыз-келіншектердің әшекей бұйымдарын соғатын. Тұрмыстың жұтандығы болар. Қыста қара торғайға жылқының қылынан тұзақ құрамыз да, азын-аулақ жем шашып, есіктің алдында аңдып отырамыз. Біреуі тұзаққа түссе, бәрі пыр етіп ұшып кетеді де, тұзақтағысы жанталасып, жүгіріп барып ұстап аламыз. Күніге 4-5 ұстасаң, бір үйге сорпа болады. Бірақ айтайын дегенім бұл емес. Жем тасыған кезде Құрсайға су жүреді. Сол кезде ауыл адамдары ау салып балық аулайды. Бірде үлкендер ау тартып жүрген еді. Күн кешкіреп қалған, балықшылар әудем жерге ұзаңқырап кетіпті. Өзен бойымен соларға келе жатыр едім, көзім жағада жатқан кебіске түсті. Күнде аяғынан көріп жүрген Ізғара қарттың кебісі. Зекен ау тартушылардың ішінде жүрген. Ала кеткім келіп оқталдым да, өздері алар деп алмай кеттім. Зекеннің менен 1 жас үлкен қызы бар еді. Соған, Төренай, папаның кебісін тастап кетіпсіңдер ғой, анда жатыр дегенім сол еді. Ол, папамның кебісі міне деп, шелектен суырып алып кебісті көрсеткені. Айны маған сол кебіс. Кейін дәл осы әңгімені әжеге айтқанымда, ұстамағаның дұрыс болған, құлдығым деген. Сол Қарағайда. Біздің үйдің қасында ашық жатқан ескі жертөленің орны болады. Бірде жертөленің жанынан өтіп бара жатып, ішінен бір әдемі құс көріп қалдым. Тауық емес, қаз емес, үйрек емес. Түрлі түске боялған қанаты бар, бірақ ұшпайды. Шұңқырдан шыға қашты. Мен тұра қудым, жүгіріп ақ жеткізбеді. Біраз жерге дейін қуып қалып қойдым. Ауылдан ұзағым келмеді. Ондай құсты әлі көргенім жоқ. Егер ұстаймын деп қуа бергенде ше, не болар еді? 1964 жылдың қыркүйегі. Құлсары поселкесіндегі Абай мектебінің 11 класын бітірген соң, Алматы қаласындағы Зоовет институтына түсе алмай қалған бетім. Ол кезде біздің үй коммунизм таңы совхозының номері 2 фермасына қарайтын алтын тапқан жайлауында отыр екен. Құлсарыдан бастап Жем өзенінің 2 бетін жағаласақ, Қарағай, Молхат, Шыңдауыл, Ақкиіз тоғай, Омар тоғай, Жыңыл тоғай, Бақа, Қазбек, Жанбеке, Аманбай тоғай, Алтын тапқан, Қаражар, Қарауыл келді болып кете береді. Мектеп балалары оқуға кеткен, келе жұмысқа кірісіп кеттім. Таңертең ерте өрген отарды түсте суат қайдамақ болып, ауылға жақындатып тастап, шай ішуге аттан түскелі жатыр едім. Анадай жерден көзіме тік шаншылып тұрған ақ сырық шалынды. Бұрын ол тұста ештеңе жоқ еді. Әлгі сырық менің назарым түскенін бірден сезіп, қимылдағанда қасқырға ма, не ақ төбетке ме айналып кетті. Атымнан түспей қумақ болып солай шаптым. Денемді белгісіз үрейме бір нәрсе билеп алды. Ауыл иттерінің атын қосып айтақтаймын. Менің даусымды еститін иттер де жоқ. Бұрын сәл нәрсеге өре түрегеліп шабаландайтын. Астымдағы атым да, қамшымен қанша сабаласам да көсіліп шабуға құлықсыз. Аяғын баспай текіректеп келеді. Қасқырыңыз да көсіліп қашқан ештеңесі жоқ. Жаңары аса азғарлы емес. Артына қарап қойып жортақтап барады. Сонда да бетімнен қайтпай біраз жерге қуып тастадым. Маңайда қоныс ауылдарды жоқ еді. Неге екенін бұл оқиғаны ешкімге түс жармадым. Көп ұзамай ұмытып кеткем. 1985 жылдың 22 апрелінде жаңадан ашылған Бейнеу аудандық Ленин жолы газетіне редактор болып келгенмін. Бірде Аупарткомның бірінші хатшысы Дүйсенбі Әріпұлы мен Қарақұм совхозының Ырғызбай Қарасай жайлауындағы шопандарды аралауға шықтық. Әуелі 2 машина болып шыққанбыз. Яғни аудандық халықтық бақылау комитетінің төрағасы Шамардан Аманғалиев өз машинасымен,
Жолда оның уазының радиатормен су ағып кеткесін кейін жіберіп тұрып, Дүйсекең ең қайда ақбозат деп жеңгеміз уайымдайтын болды-ау деп әзілдеген. Енді Шамардан аға да біздің жанымызға отырды. Бір шопанның ауылының қотанына келіп тоқтағалы жатыр едік. Жатыр едік. Бізге 400-500 метрдей жерден бұдан 22 жыл бұрын көрген ақ сырықты көзім шалып қалды да, қасқыр дедім. Кәне? Әне. Қолымды шошайтқан жаққа қарап, олар да ақ сырықтан ақ қасқырға айналған аңды көрді. Анық ақ қасқыр. Дүйсекең шөпіріне мылтықты шығар деді. Машина ішінде құрбалас болып жатқанын ол да сезгендей қимылдай бастады. Мылтықты алып жатқан жігітке бір көзегін салып, нысанамызға қайта қарап едім, орнында ештеңе жоқ. Көрінбейді дедім. Тез жүр, ойға түсіп кеткен шығар деді Дүйсекең шөпіріне. Мылтығын алдына оңтайлап. Жолсыздың нағыз машинасы уаз да әлгі жерге жетіп барды. Ештеңе жоқ. Бір орамды сүзіп шықтық, зымғайым. Әлгі ауылға қайтып келдік. Тал түсте ауылдарында қасқыр торып жүр ғой, сақ болыңдар деді Дүйсекең шопанға. Бұл оқиғаны да ұмытып кеттім. Енді ғана ойыма жиі алатын болып жүрмін. Жастықтың, жоқ жастық емес. Қамсыздықтың, жоқ қамсыздық та емес. Есуастықтың ең бастысы атеистік көзқарастың салдарынан кезінде аса мән бермеппін. Қазір сол ақ қасқырды іздеймін. Неге қуып үркіттім екен? Тіпті соңғысында мылтықта табылып атып тастай жаздадық-ау. 3-ші рет көрінбей кетті. Қайдасын ақ қасқырым, көзіме бір көрінші. Қумайын, аялайын. Кезінде көп қауіп қатерден сақтағанымды енді біліп жүрмін. Ылғи да жанымда жүреді екенсің, кешірші мені, бейбақты аруақ. Фазендіге кеттік деді. Жұмаберген ерекше көтеріңкі көңілмен. Көңілі көтеріңкі болатын орны бар. Өйткені 1991 жылдың жазында Қарақым совхозынан бір отар қойды жекешелендіріп, шаруа қожалығын ашқан аудан ғана емес, Маңғыстау облысының тұңғыш қарлығашы. Фазендісі әзірге құмның ішінде бір отар қой сиятын, қатон қорға және 2 пәтерлік малшы үйі. Кезінде совхоз бас экономист, жұмысшылар комитетінің төрағасы болған Жұмаберген Жарылқасовтың бұл бастамасын кілең, мен айтайын, сен тұр Қарақымдық әріптестері Киікбай Жарықбасов, Жұмажан Басшиев, Бағыт Құрымбаев, Асқан Лұқпанов іліп әкеткен. Сонымен тынның түрен салып, атағын аспанға бір шығарған құрдасым Жұмаберген фермердің фазендісіне келіп, шопаны лескеннің марқасының басын мүжіп, 1-2 шишасын босатып, осы отарда қосулы тұрған 10 шақты қойымның екеуін газиктің астауына салып алып бейнеуге тарттық. Ырғалып-жырғалып жүргенше сағат түнгі 11-ді соқты. Әскерге жүретін ғапу болама, жол болсын деп ертесіне бір мал садақа таратып жіберу жоспарым. Сондықтан үйге жетіп қонуым керек. Кабинада шопыр, ортада Жұмаберген, шетте мен. Апорныйдан 20-30 шақырым шыққан кезде артымыздан дүрсілен қуған, кісінеген даусы құмығып шыққан құлынның даусы естілді. Тұяғының дүсірі мотор гүрілінен де асып, құлақты жарып барады. Үшеуміз де естідік. Мен шөпірге тұр дедім. Тұрды. Осы кезде құлын кісінеген күйде жаныма шауып келді де шорт бұрылып кейін шапты. Мен қапелімде құлынға бұрылып қарамадым. Қарамасам да құлынның тұлғасы, түр-түсі көз алдымнан өтті. Жүдеу, сұр жабағы, маңдайы қасқа. Кейін қайт, әлгі құлынды ізде дедім. Шөпір бұрылып кейін салды. Құлын жоқ. Әрбері жүргесін шөпір, аға, бензинім аз, кейін қайтайық деді де машинасын бұрып жолға салып тұрды. Бәріміз жерге түсіп тыңдадық. Аулақта таласып, шайнасып жатқан айғырлардың дыбысы келді менің құлағыма. Қараңғыда тұрған жерімізді Байқұл қауымының тұсау деп шамаладым. Бұл қауымда атам Өтегеннің әкесі Қалмырза бабамыз жатқан. Өзге де рулас бауырлар бар еді. Келемемізді қайтарып жүріп кеттік. Үйге келсем, Апорныйда тұратын інім Құдайберген бір қойын сойып әкеліпті де, зайыбым Жәукен садақаны өткізіп жіберіпті. Таңертең сыртқа шығып тұрып, өз көзіме өзім сенбегенім. Қызық, әрі тосын көрініс болды. Түнде бізді қуған маңдайы қасқа, жүдеу, сұр жабағыны өріске мал шығаратын орыннан 2 баланың бірі жетектеп, бірі артынан айдап барады. Сонда бұл не?
Бізді әлгі белгісіз күш осы жабағының кейпіне еніп қуғаны ғой. Тұяғының дүсіріне қарағанда ол машинаның астауында болған деп түйдік. Шешуі қиын, тылсым дүние.